Сәлеметсіңдер ме менің ізденімпаз балапандарым. Бүгінгі өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 74-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Сабағымыздың тақырыбы апатты табиғи құбылыстар. Барыс септігін өтетін боламыз балалар. Мәтіндерді салыстырып түрлерін ажыратамыз. Сөйлемдердің барыс септіктегі сөздерді тауып, барыс септік жалғауларын білетін боламыз. Ал ендеше жаттығуларға кірісейік. 46-шы жаттығу: мәтіндерді оқып өзара салыстыр. Үйден өрт шыққан жағдайда өрт сөндірушілер итті іште қалған балаларды алып шығуға жұмсайды. Осындай бір ит Лондонда 12 баланы өлімнен аман сақтап қалған. Оның аты Боб екен. Бірде үй өртенді. Өрт сөндірушілер әлгі үйге келіп жатқанда алдарынан бір әйел жүгіріп шықты. Ол жылап тұрып, үйде 2 жасар қызының қалып қойғанын айтты. Өрт сөндірушілер Бобты жұмсады. Боб баспалдағы арқылы жүгіріп барып түтіннің арасына еніп кетті. 5 минуттан соң ол көйлегінен тістеп қызды көтеріп үйден шықты. Ана қызының тірі екенін көргенде қуанғанынан көз жасын төгіп құшақтай алды. Енді келесі мәтінді оқиық. Өрт негізінен электр желісі мен газ баллондарын дұрыс пайдаланбаудан болады. От жағатын үйлерде пеш ақауы болса, ол да өрттің шығуына себепші болады. Қолына сіріңке ұстап ойнаған балалардың абайсыздығынан өрт жиі шығады. Қайсысы ғылыми танымдық мәтін, қайсысы көркем мәтін? Өз ойыңды дәлелде дейді. Өрт қауіпсіздігі ережелерін білесің бе? Өрт қауіпсіздігі туралы ереже құрастырып көр дейді. Алдыңғы сабақтарды есімізге түсіре отырып, біз бірінші мәтіннің көркем мәтін екенін біліп тұрмыз. Себебі әдеби тілде суреттеліп жеткізілген әңгіме. Және де авторына қарасаңдар, Лев Толстой деген жазушының әңгімесі. Ал екінші мәтін ғылыми танымдық мәтін. Себебі мәтінде нақты әрі шынайы ақпарат, ғылыми дәлелдер келтірілген, себебін көрсеткен. Шын мәнінде сондай себептерден өрт шығатыны көрсетілген. Ал өрт қауіпсіздік ережелерін құрастырып көрейік. Газ плиталарын және басқа да тоққа соғылған құрылғыларды уақытылы сөндіру және қадағалау, сіріңке сияқты заттарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау. Әрдайым өрт сөндіру қызметінің телефон нөмірлерін білу, өрт шыққан жағдайдағы алғашқы қауіпсіздік шараларын білу. Бұл ережелер ең алдымен өрттен сақтану ережелері, және де өрт кезіндегі ережелерді жазсаңдар болады. Өздерің мысал ретінде келесі жаттығу: тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз. Адамның киімі өртенсе, суға түскені дұрыс. Су болмаса, топыраққа аунатып, үстіне құм шашу керек. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой, бұл сөздерді сөз құрамына талдап, олардың жалғауына назар аудар дейді. Енді барыс септігіндегі зат есімдер кімге, неге, кімдерге, нелерге, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Барыс септігіндегі атау септігіндегі сөзге ға, ге, қа, ке қосымшалар жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды барыс септік жалғаулары деп атайды. Ал енді үстіндегі жаттығуда бізде тыныс белгісін қойып шығайық. Сөйлемдерді оқыған кезде кішкене дем алып, ары қарай жалғастыратын жерлерде үтір қойылады. Яғни адамның киімі өртенсе, суға түскені дұрыс. Су болмаса, топыраққа аунатып, үстіне құм шашу керек. Тыныс белгілерін көшіріп жазып алыңдар балалар. Ал бұл мәтіндегі қарамен жазылған сөздер суға, топыраққа сөздері. Негізгі зат есім су, топырақ деген сөзден шығады. Яғни зат есімнен шығып тұр. Оған ға, қа деген барыс септігінің жалғаулары жалғанып тұр. Ал сөйлемде бұл сөздер тұрлаусыз мүшенің қызметінде тұр балалар. 48-ші жаттығу: жұмбақтың шешуін тап. Дабылға тез жететін, жалынға сүңгіп кететін. Тұншықса да түтінге тайсалмайтын батыл кім, жасқанбайтын батыр кім. Яғни кім деп біз бір адам жайлы айтып тұрмыз. Сондықтан бұл жұмбақтың жауабы өрт сөндірушілер болады. Енді барыс септігіндегі сөздерді тап, сызбаны пайдаланып пікіріңді дәлелдей білуге үйрен дейді. Барыс септігінің жалғауларын еске түсіріп отырып, бұл жұмбақтағы бізде барыс септігіндегі сөздер дабылға, жалынға, түтінге деген сөздер. Ал дәлелдейтін болсақ, дабылға барыс септігіндегі сөз, өйткені неге деген сұраққа жауап беріп тұр, сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр. Дәл осылай жалынға, түтінге деген сөздер де неге деген сұраққа жауап беріп тұрлаусыз мүшенің қызметінде тұр. 49-шы тыйым сөздерді оқып жатқа жаз дейді. Күнге, айға қолыңды шошайтпа.
отқа түкірме, суға қоқыс тастама. Бар септігіндегі сөздерді тауып оларға сұрақ қой. Бұл сөздер қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет дейді. Бұл жердегі бар септігіндегі сөздер күнге, айға, отқа, суға, бар септігінің сұрақтарына жауап беріп тұр. Барлығы неге деген сұраққа жауап беріп тұр. Және де бар септігінің жалғаулары жалғанып тұр. Ал бұл сөздер сөйлемде баяндауышпен байланысып тұр. Яғни күнге, айға қолыңды шошайтпа, не істеме, шошайтпа. Отқа түкірме, отқа не істеме, түкірме. Суға тастама, суға не істеме, тастама. Баяндауышпен байланысып тұр сөйлемде. Түсінікті болса, келесі жаттығу шығармашылық үзіліс дейді. Төмендегі жағдаяттарға қандай қайда хабарлайтыныңды айт дейді. Сен көрші пәтердің терезесінен түтін шығып жатқанын көрдің. Қайда хабарлау керек? Енді осылардың барлығын оқып шығамыз және де қазір сәйкестендіріп шығамыз. Яғни бізде бірінші жағдайда түтін шығып жатқанын көрсек, яғни өртенейін деп жатыр деген сөз. Сондықтан өрт сөндіру қызметіне хабарласамыз. Ал екінші жағдайда мектептен қайтып келе жатып, яғни газдың иісін сезін. Бұл жерде газ апаты қызметіне, яғни газ апатын алдын алатын адамдарға хабарласамыз. Ал үшінші кезекте, яғни көшедегі мәшине бұрылыста жүргіншіні қағып кетті дейді. Қасында ешкім болмады дейді. Мәшине тоқтамады, бірақ сен нөмірін есте сақтап қалдың дейді. Не істейсің, қайда хабарлау керек? Бұл жерде жүргізуші тәртіп бұзып қылмыс жасап тұр. Сондықтан полицияға хабарлаймыз. Ал қағып кеткен кісіге жедел көмек керек. Сондықтан жедел жәрдемге хабарласамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар балалар.